елдің аманатын арқалап кеттіңіздер. Қандай аманат еді? Ол уақытта әр сайлау округінің сайлаушылары өзі қандай аманат берем дейді. Ол өзінің қақы, әрқайсымызда үлкен тізім бар. Бірақ барлығының ортақ бір аманат бұл кешегі тарап кеткен облысты қайтару. 90 жылдың 24 сәуірі күні сол сессия өзінің жұмысын бастау керек. Бұрынғы партияның бар уақытында олақта партия бар. Біз әлі қазақ СССР-ымыз, СССР-ымызда тұр. Тәртіп бойынша ертең сессия басталатын күні, алдыңғы күні кешке қарай коммунистерді жинайды. Коммунист депутаттарды. Сосын сол ертеңгі қаралатын мәселелер, соған күн тәртібі қандай болады, сол мәселелерді қандай шешімдер қабылдауға шақырады. Басшылар сөйтіп жинады. Сол жинағанда өздерінің енді жоспарланған мәселелерін айтып, ал онда осымен болдық па деген уақытта мен сосын жоқ болмайды. Біздің сөйтіп, мен Маңғыстаудан осындай депутатпын. Бізге ел, кешегі тарап кеткен Маңғыстау ауданын, Маңғышлақ облысын қайтаруды тапсырған. Себебі ол тек көп облыстың бірі болған жоқ. Ол донор облыс болды. Жағдайы жақсы болды. Ал енді соны таратып жіберуді жұрт түсінбей қалған. Деп едім, соған жаңағы жүргізіп тұрған басшымыз алды да ұрысты. Енді солай деп маған ұрысып келіп кеткенде жаңағы біздің облыстың қалған депутаттар ауыз ашпай қалды. Егер ұрысып, давай осыны болды, жаңағы алдыңғы көпшілік айтылған мәселемен ертеңге шығамыз деді. Сосын жиназып біткен бойда мен өзіміздің жерлестерімізге сендер, мұнаны жаңғыз маған емес сендер келе берді ғой. Неге ауыздарыңды жұмып қалдыңдар? Онан кейін бері келгеннен кейін, 25-30 жылдан кейін бізде сөйтіп едік деп айтып жүргендер бар енді. Саусақпен көрсетпей ақ қояйын. Сосын торғайлықтар бар, сосын айтып, сендер неге жетісіп отырсың? Сендер кеше бізбен бірге облыстарың айырылып қалдыңдар ғой. Біздің жағдайымыз бар, сендердің жағдайларың жоқ. Деп, сосын жаңағы жерлестерімізге айттық. Тез қазіргідей мына мобильный телефон жоқ. Елге тез хабарласайық, сайлаушылармен хабарласайық, мына күн тәртібіне кіргізу туралы түнімен телеграммаларды толтырсын бізге. Толтырсын. Соған бәрімен сөйлеп келістік. Таңертең мынандай телеграмма келді. Сау болсын, иә. Сосын енді сессия ашылып, содан кейін жаңағы жүргізуші ал сөйтіп кеше партиялық топ қарап, мына ұсыныс бәрін мақұлдады. Ал күн тәртібіне осындай мәселелер қаралатын болды. Деп, сонымен ал осы бекітеміз деген мен тағы көтердім. Жұрт қайттым, ал құрметті әріптестер, кешірерсіздер, кеше мен бұл мәселені партиялық топта көтеріп едім, мені қолдамай қалды жұрт. Оның ішінде жүргізушілер қолдамай қалды. Бірақ депутаттың өкілдігі туралы заңның ішінде жазылған мына әбден шешім қабылданып кеткенге дейін мен ұсынысымды беруге құқым бар. Сол себептен өзім құқымды пайдалана отырып, кешегі мына топ дейтін міне, ол топ. Шешім қабылдайтын міне сессия. Сіздердің қарауыңызға осы Маңғыстау облысын қайтару туралы мәселені күн тәртібіне қосуды сұраймын және талап етем. Және оның үстіне мінекей, мынау Маңғыстаудан халықтан келіп тұрған түрлі жедел хаттар. Бұны мінекей президиум сізге тапсырамын. Бұл тек қана депутат менің емес, міне осы халықтың да сұранысы деген. Сонан ілетек менен кейін шөгеніп доғдыра үшіп тұрды. Одан кейін қалған депутаттарымыз біздің ұшып тұрып еді, бір уақытта торғайлықтар өте түсті. Олар ду өте түсті. Енді ана жүргізіп отырған кісілер алдыңғы күндегідей мен табап тастай алмады. Жақсы. Енді мынау бұл мәселе. Көрдіңіз бе көпшіліктің дауысы? Мәселе бұл дұрыс екен. Онда біз күн тәртібіне бұл мәселені қазір қоспай тұра тұрайық. Себебі енді ол кез келген облыстың экономикалық жағдайларын, қаржылық жағдайларын есептеп етуіміз керек. Мен жаңағы басшылар айтты, біз шешім қабылдап, арнайы комиссия қарайық, үкіметтің басшысының орынбасарлары. Мына ережеп тағы сол сияқты депутаттарды сол комиссияның құрамына қосып елге жіберейік. Солар қорытындыларын алып келгеннен кейін қайта қарайық деп солай деп келістік.
Ал енді бізде Маңғыстауда алдында маңғышлақ тарап кеткеннен бері қарай осы жерде көптеген азаматтар. Ішінде жаңағы Зақанов бар, ішінде Төлесін Ерғали дейтін ақсақал марқұм, ішінде Николай Баев бар, ішінде Төлесін Орысбай бар, жаңағы Сайын Шапағатовтар, бәрі осы жақтарда жүрген, олар қайда қатша, сосын расчеттарын бәрін жасап қойып жүрген. Маңғыстауда проблема болған жоқ, бәрін алып барып, міне, пожалуйста, экономикасы. Бұрын оның бірнеше экземпляры ол жақта жатырған, беріліп жіберілген. Енді соны жаңағыдай үлкен деңгейде ауызға шығарып, жарыққа шығарып, айтылатын ауыз аштырмай жүрген, пәленшекіңе беріледі, ол жаңағыдай салып тастады. Сөйтіп барып, комиссияның қорытындысы шыққаннан кейін, мынау жаңа сәуір айы ғой, тамыз айының 17-сі күні Асанбаев Эрик Мақзович, ол уақытта жоғары кеңес төрағасы, бұндай шешімді ол уақытта жоғары кеңес мына қазіргі парламент ол мүлде бөлек. Ол уақытта парламенттік басқару уақытта жоғары кеңестің төралқасы бар. Төралқасының өкілеттігі дейтін үлкен. Сол төралқаның шешімін Асанбаевтың қолымен қалып, Торғай облысын қайтадан құру. Ал Қазақ СССР-ның құрамында Маңғыстау облысын құру. Себебі Маңғышлақты қайтару емес, Маңғыстау облысын құру, ол жаңа қаулы қылып шығарып 17-сі күні тамыздың сөйтіп облысымыз дүниеге келді. Керемет. Сөйтіп керемет жаңалық болды. Мына кітапта сіз Парасат қозғалысының төрағасы Сайын Шапағатов ағамызды бір жақсы сөздермен бір-екі жерде көп адамдармен бірге айта кетіпсіз. Мен сол Парасаттың сол кездегі Сәкеңнің қасында жүрген мүшелерінің бірімін. Сол кездегі көп жағдайларға партияның ішкі дүниесі дегендерді білмейміз, біз енді партияда болмағаннан кейін. Бірақ мына елде болып жатқан көп жағдайларға біздер қанықпыз. Осы жерде енді мына Ақтаудың атының қайтарылуына керек мәселе, бірақ соның алдында Парасат қозғалысының кейінгі төрағаларының бірі Данияр Аралбаевтың айтқан бір сөзі бар еді. Соны тыңдап алсақ. Сайын ағамыз бастаған Парасат қозғалысы Маңғыстаудағы қазақ мектебінің, қазақ балабақшасының дамуына, жергілікті ұлттың балаларының мамандық алуына және жер қайтарылуына зор үлесін қосты. Мысалы, Ақтау қаласы, Шевченко қаласы, Ақтау қаласы деп аталды. Бұл Қазақстандағы ең алғашқы үлкен облыс орталығында қаланың атауының өзінің тарихи атау алуының ең бірінші болған оқиға еді. Міне осындай келелі істерді өмірге әкелді, бірақ осы көтерген мәселелердің бәрі заңды шешім табу үшін оңай болған жоқ. Оған орталықтан, билік басындағылардан осыны түсіп көмектескен, соңғы заңды айналдыру мақсатында еңбек еткен азаматтар болды. Соның бірі Қазақстан жоғарғы кеңесінің төрағасы Серікболсын Әлдин ағамыз, Әбділдин ағамыз, және оның төрағаның орынбасары Ержеп Хайролла ағамыз болды. Жаңа айтып өттім ғой, ол уақытта жоғары кеңес төралқасының үлкен өкілеттілігі бар. Біріншіден, екіншіден парламенттік басқару жүйесі болғаннан кейін жоғары кеңестен ауылдық кеңеске дейін түгел вертикаль болатын, бағыну. Мен жаңағы Әбділдиннің орынбасары есебінде сол ауылдық кеңеске дейін маған тікелей бағынатын ол уақытта. Сосын енді мына жаңағы қалалардағы әлеуметтік күрделі мәселелер міндетті түрде бізге келеді. Соның ішінде біздің Шевченконың Ақтау болуы деген сияқты, Өреевтің Атырау болуы деген сияқты, Өреевтің Теңгиз ауданының Құрманғазы аталуы сияқты сондай мәселелердің бәрі бізге келді. Ал бізге келген уақытта, ол уақытта жаңағы Серікболсын Әбділдаұлы төраға, ол өте экономика ғылымдарының докторы, өте сауатты, қазақи, жан-жақты, көп білетін, ұлтжанды азамат. Сол енді сол ана жаңағы менің өзімнің жаңағы айтып отырған мәселелерінің бәрі маған келіп тіреледі. Мен айтқан үш мәселеде Шевченконың Ақтауға, Өреевтің Атырауға, Теңгиздің
Құрманғазы ауданына айналу сияқты мәселелердің бәрін өз қолымыздан өткізіп, ал енді жаңа Теңгиздің Құрманғазысын келіп болмады. Атырау облысында жаңағы тойдың уақыты болып қалды. Құрманғазының бір кезекті мерейтойының уақыты. Күнде телефон соғады, ол уақытта Сағат Түгелбаев деген азамат әкім. Сосын бар ол уақытта мына біздің облысымызда бұрын әкім болған Мұхамеджан Бауыржан бізде заң бөлімінің басшысы еді, бізге қарайтын. Сосын Бауыржан мына қайда мына Атыраудан хат. Ономастикалық комиссиядан шықпай жатыр. Ономастикалық комиссия немен ол? Қашан шығады ол? Қандай өкілеттігі бар деген? Олардың өкілеттігі жаңағы рекомендательный характер. Олардың айтқан тыңдаймыз ба, тыңдамаймыз ба, оны мұна төралқаға шешеді. Онда да бар. Уақыт болды ғой, уақыт өтіп кетті ме? Әкел қаулына. Дайындап әкел. Өзің құл ғой, мен құл ғой. Төралқаға салдық та жібердік, өткізді, сөйтіп қой. Мінекей. Өткізді. Кейде осындай жерлерде жаңағы алаштықтар айтатын білім ғана емес, елді басқару үшін мінез керек дейтін. Осы мінездің керектігі осындай жерде ғой. Принципшілдіктің, мінездің керектігі осындай жерде. Кешегі парламентте қатар жүрген әріптестеріңіздің бір-екеуінің сөзімен қорытқым келіп отыр осы әңгімемізді. Оның біреуі осы Қайрекен Қайролла ана жақта жүріп не деді, не бітірді деуі де мүмкін, көпшіліктің біле бермеуі де мүмкін. Манағы алғы сөзде Фариза апамыз былай дейді: Қайролла араласпайтын, атсалыспайтын палата отырыстары кемде кем. Көп балалы аналарға төленіп келген жәрдемақы 2000 жылы тоқтатылып тасталғанда осы Қайролла айқай салып жүріп, мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңға өзгеріс енгізіп, оны парламентте, үкіметте қолдауға мәжбүр болғаны есімде. Қазақстандағы көп балалы аналар тоқтап қалған жәрдемақылары қайтадан қолдарына тигенде қуанғандары сөзсіз. Ал олардың осы қуаныштары үшін қызмет еткен Қайролла Ережев деген азамат екенін білмейді әрине. Бұл еңбегін айқайлап журналистерге жария етем дегенде Қайролла жоқ. Тіпті ешкімнен алғыс та күткен емес. Мұғалімдердің кластан тыс жүргізетін жұмыстары үшін төлемақы тоқтату туралы үкіметтің қаулысын бұздырып, қайта шешім шығартқанда Қайролла Ережев бастаған бір топ депутат болатын дейді. Қаратай Тұрысов экономика қаржы бюджет комитетінің төрағасы болған екен сол кезде, былай дейді: Қайролла осы соңғы жылдар ішінде менің туысымдай болып кетті. Ал экономикалық мәселелерде басты кеңесшім. Соған бір мысал. ақш-тың бір фирмасы Каспий теңізінің 40 километр жағалауын арендаға сұрады. Бір қарағанда Қазақстан жағы одан ұтылмайтын, қайта ұтатын сияқты. Дегенмен, екі шұқып бір қарап, жеті өлшеп, бір кес деген нақылды есіме алып, Қайролламен ақылдастым. Ол бірден Каспий жағалауынан ұлтарақтай жер беру дегеніміз, ол жердің халқын ұлардай шулату деді бірден. Содан соң, одан алатын пайданы, біздің шегетін зиянымызды ежіктеп талдап, бақайшағына дейін түсіндіріп тұрып айтып берді. Сөйтіп, әлгі ақш-тық фирманы жолатқаным жоқ. Оның іскерлігі, бірбеткейлігі, көзқарасына беріктігі, әсіресе жоғарғы кеңес төрағасының орынбасары болып жүрген кезде көрініңкіреді дейді. Сіз бұған тоқталмай ақ қоярсыз, бұл енді әріптестеріңіздің сіз жөнінде айтқан ақиқаты. Қалай ойлайсыз, Қайреке? Манағы қарапайым бұрықшылықтан осы биліктің, мемлекеттік биліктің небір тұтқасына дейін, жоғарыға дейін көтерілдіңіз. Енді ауылдың қарапайым ғана баласы, манағы Фариза апамыз айтқандай, сізді осы дәрежеге жеткізген, осындай биіктікке дейін апарған қандай құдірет, қасиет, немесе мінез, қалай деп ойлайсыз? Менің осы ғұмыр бойы жаңа айттым ғой, анау Жетібайда сол спортпен жастарды ұйымдастырғаннан бастап, сол жастар мені аудандық комсомол комитетіне 2-ші жылы сайлады. Тұңғыш рет Жаңаөзен қаласының сол 72-ші жылы шағын ғана қаланың бірнеше мың адамы бар депутаты болып сайландым. Содан бері қарайғы жаңағы айтылған жұмыстардың барлығы мені халықтың сайлау арқылы, ол мен комсомолда болайын, партияда болайын, кеңес советте болайын, лауазымдарының бәрі сайланбалы жұмыстар, ол жаңағы қосымша депутаттықтардан басқа. Ғұмыр бойы кешегі 2004 жылға дейін мен сайланбалы жұмыстарда келдім.
Халықтың ұсынысы сайлауы бойынша. Халық сайлау деген сөз халықтың маған артқан сенімі. Сенімі. Сосын және мына қазіргі сайлауда емес, қазір партияға дауыс бересіңіз, сосын партия өзінің ішінен жаңағы адамдарын қояды. Сосын егер дұрыс айтпасаң, сені лақтырып тастайды да орнына келесі тізімдегі адам. Бізді халық сайлағаннан кейін біз арқамызды кең тіреп тұрып, табанымызды тіреп тұрып, себебі бір қылмыс жасап, бүлдіріп тастамасаң, сені ешкім депутаттықтан тайдыра алмайды. Себебі артыңда халық. Халықтың сенімі берген күш бірінші, екіншісі сосын мен мына бір соңғы жазған кітабымда қалай мен кешегі орысшасының да бірнеше қайнау ішінде басқа жағынан да әлі көп саясат жағынан да сауатымыз деңгейі жетік емес адам қалай көтерілгенін егжей тегжей жаздым, себебі мына жастарға көрінсін, жастарға білінсін деп. Сол себепті де мына екінші кітаптың жарық дүниеге мына 30 жылдықтың қарсаңында келіп отырғанның өзі менің, жаңа сіз айтып қалдыңыз, Режеп депутат қылып сайлау жіберді, ол депутаттар не ана жақта келістір жүр екен деп. Оны шынында да көбі білмейді. Сайлау жіберді, ол бастық болды, ол ана жерде үлкен бір кабинетте отыр, астында машинасы бар, құдай керемет, жалақы алады деп есептейді. Мынада мен сол халықтың алдына есеп берсін деп мына кітапты жазып, соны бүгін Маңғыстаулықтарға тегін таратып отырғаным сондықтан. Сол себепті сіздің барлық сұрағыңызға жауап осы кітаптың ішінде бар, және халық кім-кімді қазақша оқитын адам, сол менің осы 30 жылдағы жасаған қызметіме жауап таба алады. Не айтасыз мына кейінгі буынға өзіңізден кейін келіп отырған мына інілеріңізге, үзеңгілістеріңізге не айтар едіңіз? Бұл енді біз қазіргі 30 жыл деп кешегі тек қана Қазақстанның тәуелсіздігін біз жариялаған, яғни конституциялық заң қабылдаған 91 жылдың 16 желтоқсанынан бері қарайғы мерзімді алып отырмыз. Ал ар жағында бүкіл барлық адамдардың барлығы сол күні басқа бір планетадан келіп түсе қалған жоқ. Халқымыздың әлде де көбі ар жағынан, ішінде бізде бармыз, ар жағындағы формацияда өмір сүріп қызмет жасап келдік. Қазір ол кезбен мына қазіргі кезең екеуі мүлде бөлек. Заң мүлде бөлек, конституциялық нормалар мүлде бөлек. Соған байланысты адамдардың көбінің психологиясы өзгерді. Мәселе шаруашылық жасау, меншік дейтін түсінік. Міне осының барлығына байланысты сонымен қатар бір халыққа пайдасынан зияны көп тиіп жатқан бір мәселе. Ана кезеңнің бәрі нашар, ол құрған заман, сондай заман деп тек бүгін, тек біздеріміз жасап тек бүгін біз дейтін әңгіме бар. Бұл басты кемшілік осында. Кеңес дәуіріндегі әсіресе ең халыққа білім беру саласының, денсаулық сақтау саласының, әлеуметтік мәселелердің әлемдегі ең озық екенін қазір әлем күні бүгінге мойындап отыр. Біз оған көзімізді жұмып, құлағымызды тығып алып, жоқ, біз қазір келістіреміз. Келістірсек не сөз бар? Келістірмей отырмыз ғой. Ана бұрынғы тәжірибелерімізді түгел ысырып тастап, орнына басқа ұсынылмай, шетелдің әр жерінен шала шарпы естіген бір нәрселерді мына жерге енгізгіміз келеді. Ал енді ол кез келген нәрсені енгізудің ар жағында экономика, оның ар жағында ұйымдастыру қызметі, оның ар жағында халықпен түсіністік жұмыс, халықтың психологиясын өзгерту мәселесі. Міне осы мәселенің бір емес бәленбай қайнау ішінде шалалық болып ұқсап келе жатырмыз. Соның нәтижесінде ана жақта жоқ, мына жақта да жоқ, мына көпшілік қиыншылық мінекей осыдан келіп отыр. Сол себепті оның үстіне тек жастарды менен ересектер бір-біріне қазір қарсы қою бар. Мына жасы ересек адамдардың бәрі бұл кілең ақылы тозған сондай адамда мына керемет жастар болашақты бітіріп келгенде, болашақты бітіріп келген деп,
Ал бұрын соңды үш адамның бригадир болмаған адам бір күнде министр болып жатады. Ал жаңа кадр мәселесін біз кезімізде қалай дайындады, мана басында айтып өттім. Ондай қазір жоқ. Күні бүгінге мына заңдарға сәйкес мемлекеттің ақшасын төлеп, қызыл дипломды жұмыссыздар дайындап жатырмыз. Ал бұның барлығы сол мына қазіргі бірқатар мәселелерді дұрыс түсінбегенімізден, дұрыс ұйымдастыра алмағандығымыздан, ол және ол мәселеде сол тек қана мына қазіргі жастар емес, ана бұрыннан келе жатқандардың ішіндегі марқалауларымыздың да келістіре қазіргі заманға лайық араласа алмағандығымыздан болып отырған нәрселер. Сол себепті бірқатар мәселелерге әлде де болса дұрыстап көзімізді ашып жан жаққа өткеннің бәрі жаман дей бермей, озықтың бәрін жинақтауымыз керек. Ол үшін айтқан, бұны айтпай жүрген, ешкім айтпай жүрген жоқ, айтып жүр. Мына қазір еститін үкімет құруымыз керек, еститін мемлекет дейміз ғой. Сол шын мәнінде еститін болу керек. Ата шала-шарпы еститін, тиімдісін еститін, тиімсізін естімейтіндей жағдай бар екендігін қазір ешкім олай емес деп айта алмайтын шығар. Тым жақсы басталған нәрсе ғой енді. Осыны аяғына дейін жеткізуіміз керек. Сіз міне заң шығарушы органда болдыңыз, заң шығаруға қатыстыңыз. Бүгінде де біздің заңдарымызда кереғарлық немесе шикілік, я болмаса соған деген жауапкершіліктің төмен деген рас қой. Бұл жерде біздің жаңа айттым ғой, бізді халық сыйлады. Мен мысалы Маңғыстаудан бірінші мәжілісте де, екінші мәжілісте де ол уақытта халық саны 350 мың болды да, сайлаушылардың саны 150 мың. Бір сайлау округында 150 мың болған өтті, мен бірінші, екінші шақырылым мәжілісте жаңғыз депутат болдым. 150 мың адам мені сайлады, мен қандай әңгіме айтам десем де айта алдым, мен ешкімге жалтақтағаным жоқ. Қазір ондай жоқ. Қазір үкімет кімдікі? Бір партиянікі. Депутат кімдікі? Бір партиянікі. Олардың фракциясы кімдікі? Бір партиянікі. Ал ол артық әңгіме айта алмайды. Сосын не болады ар жағында? Бәсеке жоқ болса. Айтқаннан кейін ол себебі ана фракция нені айтты дейді, партия нені айтты, тек соны айтуға ғана тиіс. Сіз мына кітабыңызда екі формациядағы талай сайлауды көрдім. Ең әділ өткен сайлау осы болды депсіз, анау алғашқы сайлауды. Солай. Миымызға да кірмеген ол кезде мынау сыбайлас жемқорлық дейтін, сыбайласқан жемқорлық дейтін дүние өзі. Бұл қалай өзі? Бұдан біз құтылуымыз мүмкін бе? Ол үшін не істеуіміз керек? Елді кері кетіріп бара жатқан біздің ертең мемлекеттігімізге, тәуелсіздігімізге де сын болып тұрған апатты бір кесел емес пе осы? Ол сол мемлекетімізге қауіп төндіріп отырған кесел деп мен ойлаймын. Өйткені жаңағы жемқорлық деген не? Жемқорлық ол бәрінде сатып жібереді. Жемқор бәрінде сатып жібереді. Ол үшін қымбат нәрсе жоқ, ол өзінің қалтасы. Бірақ ертең ана жаққа топырақтан тысқары болған уақытта оның бәрін алып кететін майына шекесіне жете бермейді. Ал олай деген сөз, ол мемлекет ондай адамға сенім білдіріп бір тұтқал жерге қоюға болмайды негізінде. Бірақ өкінішке орай күні бүгінге сол бәленің көбі сондай тұтқасы барлардың қолынан шығып тұр. Сол мемлекеттік басқару органдарын сол жемқорлықта табыс көзінен айналдырып отырғандар бар. Сол себептен де қысқа уақытта болмайды дейін десек, кешегі көптеген біз басшыларымыз анау Саакашвилидің 1,5 жылда Грузияда үлкен жасаған өзгерісін бәрі мойындайды. Ал Грузия кеңес уақытындағы осы жаңағы сіз айтқан жемқорлықтың нағыз ұшынып тұрған мемлекет болған. Яғни жасауға болады деген сөз. Ал енді біздің мына қазіргі немізге қарағанда араға ұрпақ түспей, біз жөнделмей жұмсау дейтін менде ойым бар. Ұрпақ алмаспай? Ұрпақ алмаспай, онда да әрине ұрпақтың басына жаңағыдай бір мықты, сауатты, таванды адам келмей, ел жанды адам келмей, мінезді адам келу керек. Ол өзінен өзі бола қоймайды ғой. Біздің де қауіпіміз осы, бірақ қалай болғанда да енді осы жаңағы айтып отырғандай сол бір ұрпақ өтпей дейді. Мінекей Мұқағалиша айтқанда бір аяғымызды жөнге салып тұрған жандарымыз, сізде, бізде, бәрімізде кетеріміз кету үшін келгенбіз дейтіндей. Тізгінді сол жастардың қолына береміз. Лайым енді манағы айтқандардың барлығы сіздің осы сөзіңіз
осы жастарға сабақ болғай, осы кітаптарды оқыса екен деп білемін. Сосын осы кітаптарды оқып отырып, шіркін-ай дедім мен. Әттең-ай, шіркін-ай. Ай, Қайрош, жеріңе ие бол, жеріңе ие болмайсың ба дейтін. Болмаса, ана Әбіш ағамыз бір сіз телефон соққанда, тез жет, мен сені күтіп отыр едім, ақылдасатын шаруа бар дейді ғой. Ол да бір үлкен дүние, мына кейін үдеріске оралмандардың келуіне процесіне жалғасып кеткен алғашқы мына Ираннан келетін спортшылардың. Сонда сол жерде әбекең сізге келе қал, тез іздеп отырмын. Мына шаруаны үйлестіруім керек деп бір үлкен шаруаға сіздер мұрындық болыпсыздар. Өкінішке орай менің уақытым тығыз болып отыр. Солай етіп, ай бала, сөзді қой. Ай бала, осыны жаса дейтін ағаларымыз да, табанды сөз өтетін азаматтарымыз да аға ұрпақты азайып бара жатқан сияқты. Ағаларының сөзіне құлақ асатын мына кейінгі толқын інілердің де тәрбие тәлімі басқаша сияқты. Осы бір нәрсені үйлестіре алсақ, бәрі дұрыс болатын сияқты, солай ма? Ағалық ақыл айту мен інілік тоқтам. Жетісіп тұр ма бізде? Мына әлгі қарынның ашқаннан емес, қадірімнің ашқаннан қорқам дейтін беді. Сол айтпақшы, қарнымыз аш емес, ал қадір мәселесі қазір сол жаңағы безбеннің бір жағына тұрған заман. Ол жаңа сіз айтып отырған мәселе сол. Мен біздің заманның да бір көпшілігіміз мына заманға лайық өзімізді қайта құра алмай, жастарға дұрыс бағыт сілтей алмай отырған жайымыз бар. Ал сол мына күні бүгінгі мысалы осы салада жастарды кішкентайынан бастап анау мемлекет басқаратын билікке дейін көтерілгенше қалай көтерілу керек, соның бір нақты былай жүрсең болады дейтіндей бір идеология, яғни жүйе бүгінге ұсынылмай отырған сияқтымыз. Көбі бізде сол жол жөнекей бір күні олай, бір күні былай ақыл айтамыз. Ал ол ақылды және жүзеге асыру керек. Кім әзірет? Мінекей, мынау сиясы кетпеген кітабыңыз құтты болсын. Осының барлығын жақсыдан өнеге алу керек. Осы кітаптар оқылу керек. Міне, мынау Маңғыстау ардагерлері туралы кітап. Маңғыстау ардагерлерінің жеке жазбалары, өзіңіз жазған сияқты, абай айтқан, қартайып егде тартып тоғайған шағымызда ақ қағазбен қара сияны қолға алып, ермек етіп жүрген жайымыз бар. Керегін алар, керек емесін өздері түйір деген. Жастамыз ғой қазір. Сондықтан енді осындай кемел шағыңызда жастарға ақыл айтып, өнеге болып, манағы жетіспей тұрған дүниелерді жетістіруге ықпал етіп, енді үлкен бір парасат, әділет, адалдық жолында қоғаммен белсене араласып жүре беруіңізді мен тілеймін. Рахмет. Рахмет ниетіңізге, хабарға келгеніңізге. Сау болыңыздар.